рахмет. Өмір айтпа. Саламатсыздар ма дейді. Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз сызба әріптері. Сызба әріптерінің 10 түрлі өлшем түрі орнатылған. 1-де 8, 2-де 5, 3-де 5, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 40. Harip 75 градуста немесе тігінен жазылады. Үлкен harip 14 мм, кішісі 10 мм, немесе 7 мм болады. Бас әріптің биіктігі H, кіші әріптердің биіктігі C, әріптердің ендері G, әріптердің арақашықтығы A болып жазылады. Вертикальный форматта парақты A3 форматты тігінен алып, үсті 5 мм, оң жағына 5 мм, асты 5 мм де жазылады, сол жағы 20 мм де жазылады. Ал қиғашынан алатын болсақ та дәл солай, үсті 5 мм, асты 5 мм, оң жағына 5 мм, сол жағына 20 мм де жазылады. Короче, онда түшіресіз, одан кетерекші. Короче, вот и все. Мен сіздерге таблица тарататын боламын. Тарап бітті ғой? Кері байланыс ретінде. Кері байланыс ретінде мен сіздерге сұрақ қоятын боламын. Сіздер жауап беретін болсыздар. Бас әріптердің биіктігі қандай әріппен жазылады? Айсәуле? Бас әріптердің биіктігі H әріпімен, ағылшын H әріпімен жазылады. Берекеге сұқпайын ба? Қайта айтып. Кіші әріптердің биіктігі қалай G әрпімен жазылады. G әрпімен. Жоқ. C әрпімен. Дұрыс. Болды. Тағы да. Тамам. Әріптердің арақашықтығы жылзай. Білмеймін. 10 мм немесе 7. Болды. Болды. Бүгін сабағымызды аяқтаймыз. Келесі бағалау болғанда Айсәулеге 5, Берекеге 5, 2 деп. Жылзайға 3 қоямын. Дұрыс айта алмай қалған бірдеңе ғой. Дұрыстап айта алып жүрсе болады деп қойдым. Болды. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабаққа айналып келіңдер, мен сияқты команда